Кайырлы күн достар, бүгін өте дәмді император салатын дайындаймыз. Арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар, алдағы уақытта көп деген жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Қиярды осылай тураймыз. Черри қызанағын ортасынан осылай екіге бөлеміз. Суға қайнатылған картопты екіге бөліп, осылай тураймыз. Енді піскен сиырдың етін жұқа етіп тураймыз. Краб таяқшасын ірілеу етіп турап аламыз. Содан кейін жұмыртқаны турап аламыз. Голланд ірімшігін жұқа етіп тураймыз. Салатқа қосатын чечил ірімшігін алдымен сыртындағы пакетімен ыстық суға 2-3 минутқа салып жібітіп аламыз. Чечилді тарқатып 1/3 бөлігін қолданамыз. Осылай қолмен түтіп аламыз. Ірімшікті түтіп болғаннан соң, осының жартысын біз салатқа қосамыз, қалған жартысын салаттың бетін әсемдеуге пайдаланамыз. Бұл салатқа пармезан ірімшігін ұсақ үккіштен өткізіп қостым, бірақ бұл міндетті емес, қоспасаңыз да болады. Үстіне майонез қосамыз. Қалауыңызша ұнтақталған қара бұрыштан кішкене қоссаңыз болады. Енді араластырамыз. Тәрелкеге қойғанда мен салат жапырағын осылай қойып алдым, соның үстіне салатты қойдым. Бағанағы чечил ірімшігін осылай қолмен басып, салаттың үстіне қоямыз. Мінекей біздің салатымыз дайын. Бәріңізге жасауға кеңес беремін. Ас болсын достар. Енді қытырлақ салат дайындаймыз. Бұл салаттың ерекшелігі жегенде қытырлап тұрады. Қиярды жұқа соломка етіп тураймыз. Одан кейін жұмыртқаны тураймыз. Краб таяқшасында ұсақ соломка етіп тураймыз. Қызылшаны ұсақ үккіштен өткіземіз. Оның үстіне консервідегі жүгеріні қосамыз. Үстіне майонез қосамыз. Мен осындай соломка чипсы қостым. Картофель паймен алмастырсаңыз болады. Бұл чипсы Қазақстанда өндіріледі. Құрамында зиянды қоспалары жоқ. Бұл чипсы тұзды болғандықтан мен бұл салатқа тұз сеппедім. Егер сіздер картофель пай қуыратын болсаңыздар, онда салатқа татымына қарай тұз қосып жібересіздер. Салатымызды айсберг жапырағының үстіне осылай қойдым. Айсберг қолдану міндетті емес. Салаттың үстін соломка чипсімен әсемдедім. Мінекей біздің салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.
Енді қызылша мен мандарин қосылған салат дайындаймыз. Алдымен премиум соусын дайындаймыз. Ыдысымызға тоз, бұрыш, түйіршіктелген қыша, бал, қант, осындай қант қостым. Зәйтүн майы мен сұйық май, алма уксусын, ақ бальзамический уксус қостым. Тұздықты жақсылап араластырамыз. Бұл соусты салатқа қоспас бұрын шайқап алып қосасыздар. Мандаринді осылай турап аламыз. Егер өте ұсақ мандарин болса, турамай-ақ қоса берсеңіздер болады. Сыртындағы осындай ақ қабықшасын алып тастаймыз. Қызылшаны ірілеу кубик етіп тураймыз. Премиум тұздығын шайқап жіберіп қосамыз. Бұл салатқа өзіңізге ұнаған аскөк түрін қоссаңыз болады. Мен руккола, шпинат, мангольд жапырағын қостым. Енді тәрелкемізге саламыз. Бетіне мини моцарелланы қойып шығамыз. Содан кейін барып қызылшаны қойып шығамыз. Фисташка жаңғағын осылай ұсақтау етіп тураймыз. Кез келген жаңғақ түрін қоссаңыздар болады. Бетіне қуырылған күнжітті септім. Бальзамический крем соусты бетіне әсемдік ретінде сеуіп шығамыз. Мінекей біздің қызылша мен мандарин қосылған салатымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Енді королевский салат дайындаймыз. Тауықтың төс етін бірнеше бөліктерге бөлеміз. Ыдысымызға салып, үстіне тоз, паприка қосамыз. Ұсақталған сарымсақ пен күнбағыс майын құйып, жақсылап араластырамыз. 30-40 минутқа маринадқа қалдырамыз. Маринадталып болғасын 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Піскен тауық етін осылай қиғашынан тураймыз. Шпинаттың үлкенін осылай 2-3 бөлікке бөлеміз. Мангольд жапырағын және салат жапырағын қостым. Өзіңізге ұнаған аскөк түрін қоссаңыз болады. Руккола қоссаңыз болады мысалы. Черри қызанағын ортасынан 2-ге бөлеміз. Жақсылап жуылған королевский құрманы ішіндегі сүйегін алып тастап, осылай турап шығамыз. Үстіне консервідегі ақ фасольдан қосамыз. Оған шайқап жіберіп премиум соусын қосып, салатты басып алмай араластырамыз. Ыдысымызға салып, бағанағы туралған тауық еттерін қойып шығамыз. Әсемдік ретінде бетіне бальзамический крем соус сеуіп шықтым. Бұл салат өте пайдалы, бәріңіз жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып, жаңа видеоларды жіберіп алмаңыздар. Менің арнамда көптеген рецептер бар, кіріп көрсеңіздер болады. Жаңа видеода жүздескенше достар.